Сәлем достар, бүгін біз сіздермен қыс мезгіліне арналған мохито компотын жасайтын боламыз. Ол үшін әуелі біз банкаларымызды жақсылап жуып тазалап аламыз, жеміс-жидектерімізді жақсылап жуып аламыз. Мен бұл жерде 1,5 келі шие, 4 дана апельсин және 1 дана лимон алдым. Лимонның қышқылын ұнататындар әр банкаға бір-бірден жеке дана салуға да болады. Менің отбасым лимон қышқылын онша қатты ұнатпайды. Сол себепті мен біреуін 4-ке бөліп саламын. Шиемізді 4 банкаға жақсылап бөліп үлестіріп салып аламыз. Шиемізді орналастырып болсақ, оның үстіне апельсин даналарын кесіп, әр банкаға жеке-жеке қылып салып аламыз. Турап саламыз. Артынан лимон данасында дәл солай кесіп жеке-жеке банкаға салуға болады. Мен бұл жерде 1 лимонды жоғарыда айтқандай 4 банкаға бөліп салдым. Мінекей жемістерімізді орналатып алдық. Үстінен мята жапырақтарын саламыз. 4 банкаға үлестіріп, оны да жақсылап жуып аламыз. Мята жапырақтарын орналастырып болған соң, алдын ала жақсылап қайнаған суды үстінен құямыз банкаға. Сонан соң бетін жауып, 2 сағатқа тұндырып қоямыз. Мінекей 2 сағатымыз өтті. Енді жаңағы банканың шырындарын, суын ыдысқа құйып аламыз. Бөлек жерге төгіп жібермейміз. Бұл жерде жемістің барлық витаминдерін өзіне сіңірген су болады. Бұл компотымыз жартылай дайын. Барлық суын ыдысқа құйып алғаннан соң, әр банкаға 3 литрге 200 грамм шекер кетеді. 200 граммнан есептеп салып, жақсылап ол суды қайнатамыз. Және үстіне қосымша жарты литрде су құюға болады. Себебі қайтадан банкаға құйған кезінде жемістер өзіне керегін сорып алып, собымыз жетпей қалуы мүмкін. Сол себепті жарты литрде немесе 1 кеседей артық су құямыз. Әр банкаға 200 граммнан шекер өлшеп салып, оны да жақсылап қайнатамыз. Жақсылап қайнау керек, қайнауы қанық болу керек. Сол кезде жемістері іштей піседі де, атылмауға септігін тигізеді. Мінекей компотымыз жақсылап қайнап алды. Енді жеке-жеке қайтадан банкаларға құйып, жауып, орап тастаймыз. 1 суткаға, 1 тәулікке.